Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет азаматтаттан қазаны оттан түспеген түркістандықтар бүгін киелі Түркістан жерінде Ертүріктің бесігі, екі дүние есігі саналатын киелі Түркістан жерінде үлкен айтулы маңызды шара өткелі тұр. Бүгінгі күннің мән маңызы ерекше, өткені 20-дан астам елден 400-ге жуық сарапшы келіп, бүгін мәдени мұраларды сақтаудағы халықтың орны тақырыбында өзара пікір алмасқалы отыр. Дәл қазір өздеріңіз көріп отқандай әлі басталған жоқ іс-шара. Сағат сол 11-лерге таяу, 11:30-да басталады деп күтілуде. Сарапшылар жан-жақтан жиналып бір-бірімен өзара пікір алмасып жатыр. Бүгін күннің өзектілігі ерекше дейді мамандар. Осы орталықтан, студиядан сіздерге ақпарат тарататын боламыз, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір мен мінекей қаладағы Риксіз Ханшайым плазада үлкен іс-шараның басталу рәсімі өтіп жатқан байқауға болады. Дәл қазір арнайы дайындалған роликтер көрсетілуде көпшілік назарына. Одан кейін модераторлар осы сахнаға шығып, ғалымдармен негізгі тақырыптарды талқылайтын болады. Осы орталықтан тікелей эфирде ақпарат тарататын боламыз. Сонымен қатар бізде көшпелі студия қызмет жасайтын болады. Онда менің әріптесім Досжанова Рыскүл ғалымдармен сұхбатқа тартып, сіздерге толымды ақпарат жеткізетін боламыз. Кешке дейін біз тікелей эфирде боламыз, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар дегіміз келеді. Бұл жерге жаңа айттым ғой, 20-ға жуық елден келеді. Оның ішінде Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, ғалымдар келіп, жалпы тарихи мұраларымызды сақтап қалуда өздерінің ой пікірлерін ортаға салатын болады. Айта кетейік, бұл іс-шараның Түркістанда өтуінде өзіндік мән маңызы ерекше. Өйткені өздеріңіз білесіздер, Түркістан тарихи мекендердің бірі, сонымен қатар Қожа Ахмет Яссауи кесенесі осы Түркістанда орналасқанын тағы бір айтпаса да түсінікті шығар. Енді еске сала кеткенде жөн көрдік осы тұрғыда. Мінекей дәл қазір әлі жиналып біткен жоқ. Дәл қазір енді басталады деп жатыр. Бүгінгі арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар дегім келеді. Ал қымбат көрермендер, біздің көшпелі студиямыз дайын болған екен. Ендігі кезекті әріптесім Рыскүлге берем. Рыскүл, сөз тізгіні өзіңде. Рахмет, Жандос. Ендеше біз қазір студияда кезекті қонағымызбен, яғни сұхбаттасатын боламыз. Дәл осы халықаралық конференцияның біздегі алғашқы қонағы Әшірбек Момынов, директанушы, исламист және арабтанушы. Студиямызға қош келдіңіз. Қош болдық. Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет. Енді дәл осы халықаралық конференцияда сіздердің айтатын баяндамаларыңыз, біздерге беретін деректеріңіз өте көп. Ең алдымен осы тәуелсіздіктің 30 жылдығында біз осыған дейін түрлі ғылыми дүниелердің барлығын сақтап, оны жаңартып келдік. Оны сіздің еңбектеріңізден де білеміз. Ал енді бүгінгі конференцияның маңыздылығы туралы айта кетсеңіз. Мен Истанбул қаласынан келдім. Өзім Қазақстан азаматымын. Ислам ынтымақтастығы ұйымының ислам тарихы, өнері мен мәдениетін зерттеу орталығында жұмыс істеймін. Мынау үлкен конференция болғаннан кейін біздің бас директорымыз басшылығында үлкен делегация 11 кісі болып келдік. Мен өзім өте көңілдімін. Мынау өте қажетті іс-шара өтіп жатыр. Біріншіден өзім баяндамам туралы сөйлемекшімін. Соңғы кездерде тапқан деректер, араб жазуындағы құжаттар, шежірлер, насабнама деп айтамыз. Солардың зерттеу нәтижелерін бұл жерде танытпақшымын. Қоқан хандығы кезінде Яссауия кесенесі, Яссауия тарихаты туралы көптеген деректер пайда болған. Осы уақытқа дейін зерттеушілер оны араластырып зерттеп келген. Менің айтпақшы болған негізгі сөзім тек қана Қоқан хандығы кезінде пайда болған деректерді осы заманмен байланыстыра зерттеу керек болады. Ал көне тарихқа олар таратқан қателікке алып барады деген ойымыз бар. Жалпы біздің делегациямызда доктор Али Дост Ертоғырыл деген кісі де келген. Ол кісі реставратор. Міне жерде кесенеде болған, оның төңірегінде реставрациялар көптеп өткен. Соңғы 100 жылдың ішінде 10-15 реставрация болған. Сонда келген қателіктер бар. Ол кісі үлкен эксперт, ЮНЕСКО-ға бір баяндама дайындау үшін келді. Міне жерден анализдер алады, топырақтан, сементтен дегендей барлығын қазір
сол жұмыстарды да орындап жатырмыз. Тағы бір жаңа зерттеу болмақшы ғой, тарихи. Жаңа зерттеу, үлкен жаңа зерттеу болайын деп отыр. Мен бұл конференциядан көптеген үміттер күтемін. Жаңа деректер, жаңа зерттеушілермен танысамыз, жаңа мектептер, жаңа методикалар қолданылуы керек. Сондай мақсатпен келіп отырмын. Өзімнің айтатын сөзім де сол, еститін әріптестерімнен де көп нәрселерді күтіп отырмын. Голландиядан, Жапониядан, Түркиядан. Жалпы осы конференцияға өзі 20 елден келді. Көп елдерден келіп отыр. Сондықтан бұл ғалымдар үшін өте бір тәжірибе алмасатын керемет мүмкіндік. Мынау ковид заманы аяқталғаннан кейін біз осындай пікір бөлісу, жаңа достарымызбен кездесуге өте қажетіміз бар. Әрине. Енді ғылымның даму үшін қашанда ізденіс керек. Жаңа сіз бір сөзіңізде осы Қоқан хандығы кезіндегі яссауи ілімі және тағы да бір кеткен қателіктерді айтып қалдыңыз. Сол туралы біздің арнайы көрермендер үшін айта аламыз ба? Ең қажетті деген ақпараттарынан. Біз нені білмейміз мысалы? Қазіргі уақытта өте көп, мысалы, қожа жанұялар туралы мәліметтеріміз бар. Қоқан хандығының кезінде Қоқан хандары өздерінің генеалогиясын пайғамбарға алып барып, оны қолдан жасап, фабрикация жасаған. Сонда Ахмет Яссауидің линиясынан пайдаланған. Бұл өз орнында Яссауиға болған қызығуды күшейтіп жіберген. Яссауия кесенесі Қоқан хандығының ішіндегі негізгі киелі орынға айналып, осы жерге Қоқан хандары жылда зиярат жасап, көп вақыф бөліп, мүліктер бөліп, Құранның көне копияларын бұл жерге сыйға тартып алып келген. Соның үшін Яссауи кесенесінің қазіргі уақыттағы мұралары әр жерде сақталып жатыр. 50-ден астам сол хандар, сұлтандар сыйға тартқан Құрандар Алматыдағы ұлттық кітапханада сақталады. Осы уақытқа дейін зерттелінген емес. Одан бөлек Яссауи кесенесіне тиісті болған құжаттарды біз анықтап жатырмыз. Ленинградта Шығыс қолжазбалар институтында Кун архивінен біз 77 құжат алып келдік. Ташкентте 4 құжат табылды. Одан бөлек Алматы қаласында бір частный коллекционер қолынан 23 документ таптық. Сонымен қазір соңғы уақытта жасап жатқан қызметтер көп, жаңалықтар табылып жатыр. Бұларды жақсылап терең анализ етіп, қорытындылап, осы конференцияға үлкен рахмет, осы жерде ақылдасып, жаңа бір деңгейге шығамыз деген үмітіміз бар. Әшірбек мырза, мен сіздің бір сұхбатыңыздан жалпы қолжазбаларды сатып алсақ та тарихымызды сақтап қалуымыз керек дейтін сөзіңізді оқып қалдым. Жалпы енді яссауи қолжазбаларында осы кесенедегі қолжазбалардың сақталуы, олардың бүгінге дейін жетуіне көңіліңіз толады ма? Толмайды. Себебі көптеген құжаттар біз зерттеу кезінде оларды таба алмай қалдық. Олардың копиясы сақталған, өздері жоқ болып кеткен. Демек бізде түпнұсқа аз ба? Түпнұсқалар бар. Олар жеке коллекционерлердің қолында немесе музейлерде, алыс елдерде сақталып жатыр. Соның үшін мен есептеймін, бізге шейін жетіп келген қолжазба мұра, араб жазуындағы документтерді мемлекеттік реестрге алып есепке алу керек. Олар мемлекеттің қадағалауында тұратын болса, шетелдерге сатылып жоқ болып кетпейді. Осындай совет кезінде, соңғы жылдарда, 80-ші жылдарда осындай қателіктерге жол қойылған, көптеген документтер қай жаққа кеткенін білмейміз қазір. Соның үшін мен есептеймін, Қазақстан үкіметі қазіргі күнде бұл жұмысты өзінің қолына ала бастады. Осындай мемлекеттік реестрді кіргізіп, барлық елімізде осы тарихымызға, мәдениетімізге тиісті болған құжаттардың барлығын есепке алу керек. Оны сақталуына сол мемлекет мекемелерінің, архивтің бастықтары, музейлердің бастықтары жеке жауапкер болу керек. Соның үшін оларды өзіне температура, влажность деп айтамыз, сондай күтпейтін жағдайда сақталатын жерлер, қоймалар болу керек. Бұл жұмыстарға көп мән беретін болсақ, өте бір ұқыптылық керек дейсіз ғой? Иә, мына мәдениетімізге тиісті болған құжаттар, деректер, қолжазбалар өте көп. Оларды бір жерге жинап, мемлекет өзінің қадағалауына алып, сақтау жағдайларын дүниежүзілік әлемдік стандарттарға көтеру керек. Мысалы, сол табылып жатқан жаңағы Мәскеуден табылған, Ташкенттен табылған түпнұсқадағы қолжазбаларды оқу қиындығы бар ма? Мысалы, оларды сол өзінің әлде бізге ол қиындық туғызбайды ма? Бұл үлкен мәселені көтеріп отырсыз. Қазіргі уақытта Қазақстан бізде сондай мамандар бар ма? Университеттерінде осындай мамандық дайындалмайды. Тек қана Назарбаев университетінде, қазір Астанада
Шағатай әдебиетін үйрену бойынша бір мамандық ашылды. Қазір мынау Қазақ ұлттық университеті Фараби атында. Ол жерде де общественных началах деп бір курс ашып жатыр. Бірақ негізгі біздің қазақ ұлтының, қазақ тарихының, мәдениетінің ескерткіштері араб жазуымен жазылған. Шағатай түрік тілінде деп айтамыз, араб парсы тілінде. Сол құжаттарды оқи алатын мамандар аз. Себебі университеттерде бұндай мамандар дайындамайды. Тарих факультеті, тіл әдебиет факультетін бітірген жастарымыз көбірек орыс тіліндегі архив құжаттарымен істеуге бейімделген. Музей танушылық, деректанушылық мамандықтары өте аз. Деректанушылардың өзі қазір некен саяқ сияқты. Аз. Соның үшін көбірек мән беруіміз керек. Көрші республикаларда, Европа. Тәжірибе алмасы. Солармен Түркияда мысалы, Иранда тәжірибе бар. Олардың істеп жатқан жұмыстарынан хабар алып, біз де оларды есепке алып, өзіміздегі болған жағдайды жақсылауымыз керек. Ендеше Әшірбек мырза, дәл осы жерде біз бір түйіндесек болатын сияқты, егер біз ескерткіштерімізді қорғағымыз келсе, дәл осы ескерткіштерді қорғайтын халық болғымыз келсе, біз ең алдымен өзіміздің ескерткіштерде жазылған жазуларды оқи алатын және оны зерттеп, түбіне дейін жеткізе алатын нағыз мамандарды дайындауымыз қажет екен. Бұл бүгінгі конференцияның алғашқы көтерілетін тағы бір ұлттық мәселесі деп ойлаймын. Үлкен мәселе көтеріледі бұл жерде. Себебі Қазақстан елі осындай көне ескерткіштерге бай, олардың сақталу жағдайлары бәр жерде жақсы емес. Соның үшін ол жерде бір ақылды бір мамандарды бір жерге жинап, үлкен бір жұмыс жасалынайын деп жатыр. Бұл жерде істелінетін жұмыстар анықталып, методикалар анықталып, шетел тәжірибелерін анықталып, Қазақстанның ішіндегі болған ескерткіштерді алдағы ғылыми зерттеулерге жол ашылмақ. Жол ашу керек. Негізгісі ескерткіштерді сақтап қалып, жас буын зерттеушілердің қолына жеткізе білуіміз керек. Сол негізгі мақсатымыз. Енді жаңа сіздің баяндамаңыздың тақырыбы Қоқан хандығы кезеңдегі Яссауи елімі. Енді дәл ол Яссауи елімі Қоқан хандығынан өтсе, демек ол Кеңес одағынан да өтті. Бертін келе тәуелсіздік жылдарының алғашқы кезеңінен де соңғы кезеңі бүгінге дейін жетіп отыр. Ал енді бүгінге жеткен Яссауи еліміне көзқарасыңыз қалай? Біз сол бір кезеңдердегі Яссауи елімін бүгінге дейін сақтап қала алдық па? Бәрі нәрсе сақталып келді. Қожа Ахмет Яссауидің заманы 12-ші ғасырдан басталып, осы күнге дейін түрлі кезеңдерден бұл байлықтар бізге сақталып келді. Бірақ мен негізгі айтпақшы болғаным, әрбір кезеңде сол кезеңнің саясаты, сол уақыттағы әлеуметтік жағдайына қарап трансформацияларға ұшырап отырған. Мен айтпақшы болғаным, Яссауи мұрасы Қоқан хандығы кезінде де трансформацияға ұшырады. Соны зерттеу менің негізгі мақсадым. Одан кейінгі бұл трансформация формасы империялық кезеңге өткенде де өзінің ықпалына ие болды. Совет кезінде де ол жалғасып келді. Қазіргі күнге де бір ескі дәстүр бізге жетіп келді, бірақ әр түрлі замандарда ол трансформацияларға ұшырады. Ғылымның негізгі мақсады сол трансформациялардың формаларын анықтау. Жақсы, ендеше Әшірбек мырза, жалпы Яссауи елімі қанша трансформацияға түссе де өзінің негізгі қалыбын жоғалтпаса екен дейміз. Ендеше сізге бүгін конференцияға сәттілік тілейміз және бізге арнайы сұхбатқа уақыт бөлгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Ал дәл қазір біз осы конференция шарасынан біздің Жандос әріптесімізге кезек берейік. Конференция қалай өтіп жатыр екен, дәл қазір кімнен сұхбат алмақшы? Ендеше кезек Жандоста. Өткенге бет бұрмасаң, келешекке бағдарламайсың дейді дана халқымызда. Сондықтан бүгінгі конференцияның мән маңызы да зор. Мінекей хәні-міні дегенше бүгінгі жиналыста, алқалы отырыста ашылды. Түркістан облысының әкімінің орынбасары Сәкен Амангелдіұлы іс-шараны ашып берді. Бүгінгі іс-шараның мән маңызы жөнінде арнайы университеттегі ғалымдардан сұрап білгенді жөн көрдік. Дәл қазір менің жанымда Досай Кенжетай ағамыз отыр. Аға, ассалаумағалейкум, қош көрдік. Аға, мынау бүгінгі іс-шараның бізге берер қандай жалпы маңызына тоқталып өтіңізші? Рахмет. Мынау тақырып конференция ескерткішті қорғайтын халық деп аталады. ЮНЕСКО тарапынан келісілген бір тақырып шын мәнінде. Біздің Қазақстанда ЮНЕСКО мойындаған бір жәдігер бар, ол Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің өзі түркі ислам өркениетінің көрсеткіші. Ол жерде күлия деп атаймыз біз негізінен арабша. Парсы кешен болған, біз қазір кесене деп атаймыз. Өзінің кітапханасы, Қожа Ахмет Яссауидің мазары, Аситане деп атаймыз. Біз оны кезінде Қазақ ханы кезінде резиденция ретінде қолданған өркениет тұрғыдан.
қазақ мемлекеттілігінің астанасы деген кезде ол жерде 25-26 хандар жатыр, қанша тұлғалар жатыр. Бізде қазір оны пантеон деп жүр ғой. Ал негізінен ол мемлекеттіліктің мынау сабақтастығын көрсететін, түркі ислам өркениетінің бір көрсеткіші. Аситанияда солар жататын болған. Ал енді осының барлығының артында қазақ мемлекеттілігінің астанасы болуында артында бұл Қожа Ахмет Яссауи тұлғасы және оның ілімі жатыр. Конференцияның екінші бір бағыты сол Қожа Ахмет Яссауидің іліміне, оның ілім мәдениетіне, біздің тарихымыздағы орнына, рөліне арналған. Біз енді сол жерде баяндамашы ретінде де қатысамыз. Яғни біз осы Қазақстанда Яссауи тану зерттеулерінің ұйымдастырып жатқан маман ретінде айтайын. Аға, бір минут. Мынау енді іс-шара 3 күнге созылады деп күтілуде. Облыс әкімдігінің ұйымдастыруымен жан-жақтан түрлі ғалымдар келіп жатыр. Мәселен, сізді естуім бойынша, жоспар бойынша осы Яссауи ілімдерін жаңағы тарату мәселесінде қаншалықты тарата алып жүрміз, қаншалықты жеткізе алып жүрміз кейінгі ұрпаққа, сол тақырыпта баяндама оқиды екенсіз. Енді қалай ойлайсыз, қалай жеткізіп жүрміз біз кейінгі ұрпаққа? Қожа Ахмет Яссауи ілімін зерттеу осы 30 жылда, соңғы 30 жыл тәуелсіздік алғалы бері жаңа сатыға көтерілді десек болады. Қазір біз Қожа Ахмет Яссауи зерттеулерін жинақтап, 9 томдық Яссауи мәдениеті антологиясын дайындап қойдық. Құда қаласа шығады. Түркістан облыстық облыстық әкімшілік тарапынан өте үлкен қолдау көрсетілген сол кітап жақында. Енді одан бөлек Қожа Ахмет Яссауидің мәдениеті бар, одан кейін тәжірибесі бар, одан кейін ғылыми айналымға енгізу мәселесі бар. Біз осы мәселеде біз кемшін тартып жатамыз. Себебі Яссауиге байланысты, Яссауи тануына байланысты проблемалар көп бізде. Сол қандай мәселелер шет жағасын айтып Ең бірінші қолжазбалар мәселесі. Қолжазбаларды оқитын мамандардың жоқтығы, аздығы деп айтайық. Демек, бізге жеткен мұралар бар, бірақ оны аударуда мәселелері бар. Мен сізге айтайын, 9-шы, жоқ, 10, 11, 12-ші, осы 3 ғасырда біздің Қазақстанның территориясындағы қалалардан 370-ден астам ғұламалар шыққан. Олардың артында қалдырған 500-ден астам рисала бар, трактаттары бар. Соны қайбір жылы 2004-тен бастадық, 2009-ға дейін 5 жыл мәдени мұра бағдарламасы бойынша жұмыс істедік қой. Сонда соның 1% жүзеге аударалық біз 500 жаңа рисаланы. Себебі маман жоқ. Тура сол сияқты Яссауи зерттеулерінде де оның мысалға түрки, араби, фарси жазулар бір бөлек. Одан кейін оның каллиграфиялық ерекшеліктері бар, ол бір бөлек. Одан кейін қағаз ескірген, оның сақталуы көңіл көншітпейді. Одан кейін кейбір жерлер шіріген, басқарған, сондай қолжазбалар бізде бар. Соның барлығын енді біз музей танушылықта керек бұл жерге, реставрациялық жұмыстарда керек бұл жерге, оқитында мәселе керек бұл жерге. Жалпы Қожа Ахмет Яссауидің негізгі басты проблемасы осы қолжазба. Енді жаңағы қолжазбалардың көбірі ескірген, жазулары өшіп кеткен деп жатсыз ғой. Оларды қайта қалпына келтіру үшін қандай идея, ұсыныстар айтар едіңіз? Жалпы мамандар дайындау жаңағы шет тілінен осы біздің қазақшаға кириллицаға аудару бойынша. Біз енді қазір 9 томды аударық дедік қой. Ол жерде Жауахирул Абрар, Мин Амуажил Бихар деген еңбек бар, Хасан Хазинидің еңбегі. Рашахатул Айнул Хаят Кашифидің еңбегі ол жерде. Рисала Дар Адабы Тарихат деген еңбек бар, Қожа Ахмет Яссауидің тікелей. Осылардың барлығын транскрипциялап қазақ тіліне бүгінгі аударып жатырмыз. Аударып қойдық. Бұдан басқа да еңбектер көп бізде. Мысалы, Хужату Закирин бар, ол да парсы тіліне жазылған кейбіреулер деректер. Енді негізгі басты мәселе маман дайындау керек. Маман дайындау үшін біз қазір теология факультеті ашылды. Қожа Ахмет Яссауи халықаралық қазақ-түрік университеті жанынан. Сол жерде 4 сала бойынша мамандар дайындап жатырмыз. Ислам тану, дін тану, теология және дін танушы педагог. Соның ішінде мына ислам танушылардың ішінде Түркия ислам өнері деген мамандану бағдарламасы бар. Сол жерде мынау қолжазбаларды оқитын, бүгінгі біздің анау құлпытастардағы жазулардың екенін білмейміз, мысалға араб. Солардың бәрін каллиграфиялық тұрғыдан оқып талдайтын мамандарды шығарып жатырмыз, Құда қаласа.
Sonda осы проблемаларымыз көбісін бірінші проблеманы шешуге болады деп ойлаймын, Құда қаласа. Жақсы, рахмет аға, келіп ой пікіріңізбен бөліскеніңіз үшін сәттілік тілеймін жұмысыңызға. Рахмет, Алла разы болсын. Қымбатты көрермендер, өздеріңіз көріп отқандай, бүгін Қожа Ахмет Яссауидің жазбаларын қалай талдау керек, сараптау керек, кейінге жеткізу керек тақырыбында Толсой ағамыз әңгіме, жақсы әңгіме өрбітті. Әрмен қарай іс-шара жалғасып жатыр. Бұл тек бір ғана тілде емес, сонымен қатар түрік тілінде, қырғыз тілінде, өзбек тілінде арнайы ғалымдар келіп, бүгінгі конференцияның мәнін айшықтай түспек. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Мен келесі кезекті әріптесім Рыскүлге беремін. Рыскүл, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Жандос. Ал енді біздің дәл қазір студиямызға біз естеріңізге сала кетейік. Дәл осы халықаралық конференцияға 20 елден түрлі елшілер, ғалымдар келген болатын. Ал қазір біздің студиямызға Түркия Республикасынан арнайы профессор Али Яман мырза келіп отыр. Али мырза, 20 жылдан кейін Түркістанға қош келдіңіз. Рахмет сізге. Түркістан сізді қалай қарсы алды? Өзгеріп кетіп пе екен? Түркістан өзгеріп кеткен. Дұрыс, Түркістан қаласы керемет қала болған. Ғимараттар, новый ғимараттар, жақсы. Енді сіз бірнеше жылдар осы Түркістан қаласында қызмет еттіңіз. Түркістанды кесенені көрдіңіз. Яссауи туралы түрлі кітаптарыңыз да шыққан екен. Ендеше дәл осы конференцияның маңыздылығын, жалпы бұл конференция бізбен сізге не береді, сол туралы айта кетсеңіз. Менің ойымша конференция өте маңызды. Барлық түрік халықтарының астанасы деп ойлаймын Түркістан қаласына. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, bарлық memleketlerden bilesizler. Köp adamlar ziyaret kıladı. Kasiyetli kala 14. 15. asırdan keyin Timur, bilesiz, Emir Timur jasalgan gımaratı, keseneyi. Yani köp halklar manızdı körüp kelken Türkistan'a. Keseneyi korgav öte manızdı. Kesene tek ana bizden emez. Bizden urpaklarımızdan barlık memleketlerden ortak murası sonduktan Kesene'ye, Türkistan kalasına, Kazakistan hükümetinin manızdı görüp sonda keremet gımaratlar, kitaphaneler keşke biz Farab kitaphanesine barganımız. Ötecaksı kitaphane galımlar için, halk için faydalanı turalı. Novi kitaplar, köp kitaplar çıkan. Menin 20 yıl ötken köp kitaplar görüyorum. Burunda misalen köp kitap yok idi Türkistan turalı. İzdeniz için köp kitap bulmaydın ya burunda? Ya burunda yok idi. Hazır karasanız Türkistan'ın arkitekturalıq, tarih turalı, sosyologiyalı turalı köp kitaplar çıkan. Menin oyumşa bol ötemanızdan bizim için görsətədi. Kazakistan halkı, Kazakistan hükümeti Türkistan'ı jaksı qala göredi. Türkistan'a finans keledi, turizm turizmді осы арқылы да дамыта аламыз. Turizm öte manızdı memleketler үшін. Әрине. Енді Али мырза, сіздің жалпы қазіргі зерттеуіңіз қай бағытта жүріп жатыр? Осы Яссауи ілімі туралы ма, әлде кесенені зерттеудесіз бе? Жалпы сіздің бағытыңыз қай бағытта? Burunda menin orunum Esimhan alanında bolgan. Gılım ortalığında cumus istedim. 2 yıl sol yerde. Keyin Ağustos başka yerge ketkenmi. Her vakit ben ziyaret kılamın Ahmet Yesevi kesenesine. Tamak vakitleri ziyaret kıldım. 2002 yıl aytamın. 2002 yıl. 2002 yıldan keyin tüsüngende özgerişler öte manızdı. Ben Yesevi'nin murası kanday öttü halklarga, Türk halklarına. Bilesizler, Türk halkları 11. yıl, 100 yıl Evrazya'dan Anatolia'ya, Avrupa'ya ötken, Balkan ötken. Sonduktan köp kişiler
Yesevi ile baylanıştı, Yesevi men baylanıştı, Yesevi babamız men baylanıştı kişiler osu yerden cay ketken. Kanday eserler öttü ol kişilerge. Misalen Türkiye'de Hacı Bektaş Veli degen kişi var. Evliya Çelebi denen kişi köp yazgan osu murası. Yesevi men baylanıştı manızlı kişiler, tarihte ötken kişilerdi yazgan. Benim zerttevlerim sol kişiler turalı. Bektaş Veli turalı, Türkiye'de jasagan halıktar Yesevi'den ne aldı? Ne aldı? Ne aldı? Mesela biz zerttev jasadık. Türkistan'da bir profesör men birge, Dosay Kencetay men birge, Kırgızistan'a vardık, Özbekistan'a vardık. Orada Laçiler degen, Allahçılar degen bir grup var. Koğamlık top çıkar. Ya top var. Olar aytadı. Biz Yesevi bizden pirimiz boladı. Pirimiz boladı. Biz Yesevi jolunu izbasarlarımız deydi. Yesevi jolunu biz atkara jalgastıramız. Yesevi bizim pirimiz. Yesevi'den hikmetlerin aytadı. Olar hikmetlerin aytadı. Olsa tutar. Tutarmen Yesevi hikmetlerin aytadı ol kişiler. Allahçılar degen top. Kırgızistan'da Oş, Batken, Mınav bu yerlerde turadı. Özbekistan'da Arıstanbab bilesizler o yerde Arıstanbab var. Arıstanbab Celalabad'da da bareken Arıstanbab. Yesevi men baylanıştı köp toplar Türk halkları içinde kelgen. Kança yüzyıl boyunca. Benim zerttevlerim sol kişiler turalı. Tamaşa. Bir kitabım var. Piri Türkistan Ahmet Yesevi degen. Piri Türkistan Ahmet Yesevi jene Laçiler Evrazya'da Yesevi topları Laçiler degen. Ендеше Али мырза, дәл осы кітаптың не туралы екенін біз қазір аздаған үзілістен кейін, яғни конференция залында біздің әріптестеріміздің сұхбатынан кейін жалғастырсақ, иә? Жандос, дәл қазір эфир тізгінін өзіңе ұсынамын. Бас хатшысы Сұлтан Раев мырза келіп отыр. Ортаға шақырамын. Сұлтан Акимович. Құрметті зиялы қауым, құрметті конференция қатысушылары, мәртебелі меймандар, мырзалар, ал мен сіздерге халықаралық Түрксой ұйымының атынан жылы ретінде білдіруге рұқсат етіңіздер. Бүгін өздеріңізбен кез келген ұлттың өзгерген бүгін және келешегі үшін аса маңызды жиында бас қосып отырамыз. Мұндай шараны Түркістан қаласында өтуінің өзі үлкен символикалық мәнге ие. Себебі бұл қасиетті шаһар Türkiye әлемінің рухани астанасы және Türkiye мәдениетінің табысқа жүрегі саналады. Бұл киелі мекеннің тарихи, туризм ошақтары көп. Шежірелі өлкелері де жетерлік. Областағы ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізіміне енгізілген Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Көне Отырар, Сауран қалашықтары, Отырар ауданындағы Арыстанбаб кесенесі, Бәйгілік ауданындағы Бәйгілгада домалағына кесенелері мен Ақмешіт күнгірі, Түлкібас аудандарының қайталанбас әсер табиғаты, Ақсу, Жамағы, Қаратау парктары, Сайрам деген мемлекеттік ұлттық табиғи паркі талай саяхатшылардың тамсандырған мекен. Жылдан жылға Түркістанға келетін туристердің саны артып келе жатқанын куә болып отырмыз. Ақштан бастап Еуропа елдері, Азия аймағынан Түркістанның тарихи мекендерін аралауға
keyifli göçürdü. Көрші елдерден de turistler көптеп келе бастады. Ежелден рухани астанасы болған Түркістан қаласы туризм кластері бойынша дамып, жылына миллиондаған туристті қабылдайтын күнге жетеді. Туризм Қазақстан экономикасындағы қарқынды саналатын бірі. Қазақстанның экономикасындағы қарқын саналатын бірі Қазақстанның әрбір аймағы туризм кластерінің ұшағы. Avrupa Birliği'nde ortansılan Uzun Süreç yolunun Barhan Dalası'na aynalan bölgede ülkenin dalası oldu madeni uçaklar salındı. Hacı bir sıra tolu özel bölge ve Kavukas'ta ormanlarının içindeydi nasıl tarihi gezinlerin köyüsü oldu. Yılcılık ülkenin dalası var, şişleri, kalalar, Dağlay Soğuşlu başlandı közü. Kazaklarının, Kıpşak olsunun, Türk kanatlarına sahası olan kalalar da üretildi. Onday kalalarla ve eskerpişte madenlik uğrunda eski imaratlar şehirledi. Рахмет, ендеше біз қазір сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырайық. Жаңағы сіздің Яссауидің ізбасарлары туралы кітаптың толығырақ айтсақ, ya? Ya Yesevi'nin izbasarları tek kana Türkiye emez. Aha. Azerbaycan, Özbekistan, barlık memleketleri köp kişiler var. Mesela Gözlü Ata degen, Türkiye'de Bektaş Veli, Hacı Bektaş Veli degen, ülken pirler bareken. Onlardan köp izbasarları var. Balkan'a değin ketken ol kişiler. Balkan'a değin. Ya Balkan'a değin ketken. Kafkas'ta, Evrazya'da ol kişilerden köp yazgan kitapları var. Burunlu tillerde, Arap, Paris tillerinde. Kazir onlarda Türkçe'ye avdarıladı. Ya Türkçe'ye avdarıladı. Mesela biz Özbekistan'da, Taşkent'te bir kitaphaneye barganımız. O barlık kitaplar kol yazma. Kol yazma kitaplar Yesevi'nin hikmetleri turalı. Onlar ötemanızı bugünkü zamanın tüsünügüne olardı alığı getürü avdarу керек. Аудару керек. Жалпы бірақ маман жеткіліксіз сияқты, ya? Соны оқитын, түпнұсқадан аударатын. Ya avdarатын keyin jastарға түсіндіру керек. Mesela köp kinolar var, köp yazılgan kitaplar var. Hollywood'da kinolar var mesela. Bizde sonday manızlı kişiler var. Biz olardı. Demek biz solarda jariyalauımız керек, nasihatlauımız керек. Jariyalau kazirgi jastарға olardan murasın, olardan oyların yazgan öte manızlı fikirlerin jastlarımızga veriyor gerek. Bavurlarımıza veriyor gerek. Bak biz sırttan alamız Angliya'dan, Fransa'dan, başka memleketlerden. Özümüzde bar dünyeni қолданып үйренейік дейсіз ғой. Özümüzün tarihi muraların olarga manızlı görüp olardı koldanığımız, olardı düşünügümüz gerek. Ahmet Yesevi babamız bulardan en birinci benim oyumça kişisi bolgan. Ahmet Yesevi. Demek bär бастауы сол кісіден. Ya ol kişi birinci Türk halıklarına bilesizler Türkistan burunda Kişkentay kala bolgan. Yassi degen kala. Ol Yassi'den keyin bu yerdeki halıklarga Ahmet Yesevi öte manızlı fikirlerin bergen ve ol bizge ol fikirler kelgen. Öte manızlı menin oyumşa Ahmet Yesevi jene Türkistan menin oyumşa öte manızlı. Енді ертеңгі сіздің тақырыбыңызда осы Яссауи мұрасының түркі халықтарына ықпалы туралы айтасыз. Қандай ықпал болды оларға? Türkiye halklarının tarihi öte köp nerseler var işinde. Bizden ol tarihe 100 yıl karav gerek. Bugünkü köz karastan tek kana karav mümkün emez. Biz hazır bugünün dünyasında yaşaymız. Bırak 300 yıl burun, 400 yıl burun ne oldu? Onlardan varlığını karab, onlardan bugün
bugünün adamına, bugünün insanına paydalı bolgan nerseleri aluu gerek. Bilesizler, hikmetlerin işinde öte manızlı sözler var. Mesela bir söz bir kitap siyahtı. Sonluktan bizlerden olarda alıp koldanımız gerek, halıklarga öğretimiz gerek, studentlerge öğretimiz gerek. Ahmet Yesevi jene onun izbasarları bizim için manızlı tulgalar bolgan. Her vakit. Türkistanda yasavi hikmetlerin köşelerge elүү, оларды таратуу, насихаттоо өтө жогору деңгейде деп ойлоймуз. Dürüst. Ben burundan bilemin. Mesela Sayram'da, barlık yerlerde çok sözler koyulgan. Kazakistan prezidentinin Ali Şirnevai, Ahmet Yesevi, Arslan Bab, barlık kişilerden sözleri öte caksı. Ben caksı göremen because siz yolda jüresiz, maşinaman jüresiz bırak cay caksı sözlerdi. Til turalı, memleket turalı, yel turalı, Kazakistan'da yaşayan kişilerge her vakit köredi ol sözlerdi. Sünedi. Eldin manızın, til manızın, barlığın tüsünedi. Öte manızdı da oylayman. O sözlerde her bir köşege koyup tüsündürü gerek bizim halkımıza, Kazakistan halkına. Mümkün Kazakistan hükümeti olardım beğerin caksı oylap her bir jerge, köşege o sözlerde koyadı. Ben göremin çeşit başka yerlerde. Ал енді Али мырза, жалпы осы уақытта қалай ойлайсыз? Осы конференциядан қандай нәтиже болады? Osu konferansiye tek kana yesevi mürası emez. Bilesizler turizm turalı, arkitekturalıq problemalar, misalen bulgamaratlarda korgav oğay emez. Kıyın meseleler var. Fizikalık, arkitekturalık. Sonuçtan barlığın oylap, düşünüp her bir galım özünün fikirlerini aytıp caksı kaysı caksı olsa onu tapıp o şeşu gerek problemleri şeşu gerek problemaları eğer solay olsa galimlardan fikirlerin paydalanı ötemanızdı eğer solay olsa Türkistan kalası tağı da özgerip Türk halkları için tağı da caksı bir kala boladı. Ben sonday oylayman. Иә, сөзіңізде жан бар, Али мырза. Біз енді сізге бүгін арнайы біздің студиямызға, оның ішінде енді Түркістанға келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жалпы екі елдің арасындағы ғалымдардың ынтымақтастығы жалғасатын болса, біздің Түркістан үшін, ясауи кесенесі үшін игі істер жасалады деген ойдамыз. Сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Дұрыс, рахмет сізге, рахмет барлық көрермендерimizi selamdayman. Барлығына рахмет. Біз сізді қашан да Түркістанда күтетін боламыз. Ендеше құрметті көрермен, дәл қазір студияның екінші бөлігіне эфир тізгінін ұсынбақпын. Жандос, сен эфирдесің. Қымбатты көрермендер, алқалы отырыс әрмен қарай жалғасын табуда. Осыған дейін негізгі бөлімдер өтіп жатыр. Мінберге шыққандар бүгінгі іс-шараның мән маңызы ерекше екенін айтып тоқталып өтуде. Жаңа ғана Түрксой ұйымының өкілі Сұлтан Райып мырза өзінің алғысын білдіріп, Түркістанның тарихи орны туралы керемет айтып өтті. Әлгінде ғана айтып өттік қой, ғалымдар, археолог мамандар атсалысып бұл іс-шараның өтуіне барынша атсалысуда. Соның бірі дәл қазір менің жанымда Бауыржан Байтанаев ағамыз тұр, археолог маман. Бұл кісінің еңбектерінің бірі жақында ғана тың деректерді тапты. Оның бірі өздеріңіз білесіздер, мынау Түркістанның тарихының 1500 емес 3000 жылдық тарихы бар екенін атап өткен болатын. Енді өз аузынан естіп көрейікші. Аға, осы Түркістанның тарихы, сонымен қатар киелі орындарды алатын орны Түркістанның сол төңірегінде әңгіме айтып берсеңіз. Ең басты айта кету керек, бұл іс-шара Түркістанда бекерден бекер өтіп жатқан жоқ. Бұны ұйымдастырушы Түркістан облысының әкімдігі болып отыр. Неге Түркістан? Біріншіден, Түркістан түркі мемлекеттерінің мәдени астанасы. Түркі халықтарының мәдени астанасы деп атауы болады.
Одан кейін Түркістанда кесене бар, Әзірет Сұлтан, білесіздер. Хазірети Яссауи деп айтады. Хазірети дегеніміз ол бүкіл түркі халықтарының орысша айтқанда покровитель дейді, сол түркі халықтарының несі. Қазір әулие Яссауи өзі діни бағыты, тарикаты. Ал бұл кесене сонау 15 ғасырдың басында енді соғылған, осы күнге шейін сол күйінше сақталып келіп, ЮНЕСКО-ның тізіміне кірген. Сол себепті бұл іс-шара ЮНЕСКО деңгейінде не қылып отыр, ЮНЕСКО деңгейінде осы жерде өтіп отыр. Бұл жерге келген көптеген сарапшылар, эксперттер, шетелдік эксперттер осы ескерткіштің, осы ғимараттың қал жағдайы қалай, оны қолдануы қалай, туристік кластерге қалай енгенін, осыны талқылай отырып, өздерінің ұсыныстары біледі. Сонымен айта кетуім керек, Қазақстанда көптеген киелі орындар бар. Егер де ислам дінінде бұл киелі орындар бұны зиярат ретінде халық жасайтын болса, сонау түркі халықтарында біздің ата-бабаларымызда өздерінше зиярат жасайтын. Ислам дінінің алдында киелі орындарға барып, бағыштап, алғыс айтып, немесе де неше түрлі салт жоралар жасайтын болады. Бізде Қазақстанда осында киелі орындар өте көп, әсіресе Түркістан облысында. Оны айта кетейін, көптеген киелі орындар бар. Бүкіл Қазақстанда және жан жақты шетелдерден де келеді. Ол неше түрлі бізде әулиелері бар. Оны айта кетейін, Бабата, бір жақты Арыстан баб, Сайрамда, енді көптеген сансыз баб, сансыз әулие киелі жерлер бар. Ал бірақ соңғы жылдары бұл негізгі бұны киелі орындарға жасайтын туризм дейді, ол өз есебімен дамып келе жатыр. Өз есебімен дамып, бұны біздің пікірімше соны қолға алып, негізгі мемлекет соған өзінше жағдай жасау керек. Неше түрлі, мысалы, кейбір киелі орындар пайда болады, біз білмейтін. Кейбір жерлерде аян түсті дейді, мазараттар қоя береді. Оны да мысалы құзыретті органдар немесе мәдениет министрлігі зерттей отырып, оның қаншалықты киелігін анықтау керек. Оның құжаттарын дайындау керек. Сосын ол қауіпсіз болу керек. Ол жерге мысалы неше түрлі жолдар салу керек. Сол осындай туристік кластерді дамыту үшін осы жерде болып жатқан жиын. Неше түрлі тәсілдер анықтау. Біз қалай дұрыс жолда келе жатырмыз ба, жоқ бұрыс жолда келе, соны анықтау, осы эксперттермен талқылау. Негізгі осы конференцияның мақсаты. Сіздің ойыңызша қай жолда келе жатырық? Біз қалай болып келе жатырық? Біз негізі айтайын дегенім бірінші орда келе жатырмыз. Әсіресе СНГ ТМД халықтарының арасында дүние жүзінде кезінде 2017 жылы мемлекетте біз киелі орындар географиясы бағдарламасын атқарғанбыз. Киелі орындарының Қазақстан бойынша тізілімін дайындағанбыз. Оның тізімге көптеген ескерткіштер кірген. Ол жұмыс әлі жалғасып келе жатыр. Сол себепті бізде енді қателіктер әрдайым болады, бірақ негізгі біздің жолымыз дұрыс. Зерттеу жұмыстарымыз дұрыс. Сол себепті қазір енді егерде мені қарайтын болсақ, жылдан жыл мынау туристердің сандар артып бара жатыр. Ол да үлкен көрініс. Жақсы. Аға, тұшымды ойыңызға, пайымды пікіріңізге алғыс айтамыз. Мынау тарихымызды кейінге жеткізу жолында еңбегіңізге сәттілік тілейміз алдағы уақытта. Рахмет. Қымбатты көрермендер, әрмен қарай жиын дәл қазір жалғасып жатыр. Өздеріңіз көріп отырсыздар, туризмді қалай дамыту мақсатында да бүгін ортаға салынатын болады. Дәл қазір көпшілік ортаға облыс әкімі Дархан Сатыбалдың өзі арнайы келіп қатысуда. Мінекей ғалымдардың барлығы ой пікірі бір жерден шығып жатыр. Жалпы туризм орталықтарын дамыту, киелі орындарға қалай жағдай жасаймыз, осы тақырыптарды кеңінен қаузайтын болады. Мен
келесі кезекті студияға бергім келіп отыр. Рыскүл, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Жандос. Енді біздің студиямызға тағы да бір қонағымыз келіп жайғасты. Бұл жолғы қонағымыз Амстердам университетінен келген PhD доктор Альфред Бустанов. Қош келдіңіз Түркістанға. Сіз 2010 жылы Түркістанда болған екенсіз. 12 жылдан кейін жаңарған, түрленген Түркістанға қош келдіңіз. Түркістан қалай өзгеріп пе екен? Бик зор өзгерішлер. Ол вақытта әлбәтте шундай матур зор биналарны күргән юк. Ол вакытта күбрәк шундай тарихи урын кебек күренәдер иде. Хәзер күрербез, без кичә генә килдек. Бик шатмын менә 12 елдан соң яңадан Казакъстанга һәм Түркстанга килергә. Һәм өметләнәм, ниндидер яңа кызык мәгълүматларны өйрәнербез. Біз де сіздің шынымен де осы 12 жылдан кейін келгеніңізге өте қуаныштымыз. Ал енді жалпы осы іс-шара конференциядан не күтесіз? Ғалымдар арасында қандай жаңалық болмақ? Түрлі яңалыклар бар, әлбәттә, һәм безнең төркем койсылар, менә Казак тарихын өйрәнәләр, һәм Урта Азияның дини тарихын өйрәнүчеләр, алар күп түгел дип әйтеп була дөньяда, һәм без һәрберебезне күптән беләбез. Иске дусларны яңадан күрү үзе бер шатлык. Әрине. Һәм шуңа күрә менә шул яктан һәм икенче яктан һәрбер кеше, һәрбер галим үз эчендә ниндидер яңа әйберләрне таба. Шуларны сөйләү, алар белән уртаклашу һәрбер кешегә кызык һәм бер шулай ук шатлык. Ал енді сіздің бүгінгі баяндамадағы тақырыбыңыз жалпы 17-18 ғасырдың басында Мәскеу мемлекетіндегі яссауиліктің болуы туралы екен. Тугры. Мин элек вакытта ук студент чагымнан Сибирдә булган кул язмаларны өйрәнгән идем. Авылларда йөреп, анда иске китапларны өйрәнеп, һәм анда шундый менә күренеш бар. Ясави мирасы белән багланышлы исемнәрне, я кул язмаларны искә төшерәләр, аларны күрсәтәләр, һәм алар һаман да ниндидер билгеле дип әйтеп була. Һәм күптән түгел Казанда тагын бер-ике яңа кул язмаларны таптым. Алар нәкъ менә 17нче гасыр азагына һәм 18нче гасыр башына карый. Икесе дә фарс телендә. Фарс телендә. Жалпы буларды бүгенге аудару кыен булган жок ба? Төп нускада уку. Авыр түгел, чөнки бу безнең эш дип әйтим. Һәм авторы Дәүләтшах Алиспиджаби дигән кеше, галим. Ул Испиджаб урыныннан дигән сайрам. Менә бу хәзерге Казакъстан җирләреннән. Һәм кул язмалардан шунысы билгеле була. Менә бу ясави традициясе, аларның мәктәпләре ул вакыттан бу урыннардан Сибириягә килгән. Менә бу галим белән һәм Сибириядән урта менә Идел, Урал җирләргә, Булгар җиренә җиткергән булган. Һәм менә бу китапларны шуларны тәфсилләп итеп өйрәнәбез һәм рус теленә, башка телләргә дә тәрҗемә иттек. Айрым китап итеп бастырдык һәм конференцияга шуның турында мин сөйләп китермен. Тамаша, енді дәл қазір біз осы кезде біздің конференцияның астыңғы залында қандай жағдай болып жатыр екен, тікелей эфирден бізге көрермендерге тамашалауға мүмкіндік берейік, содан кейін сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. And to create something which is, able to connect tradition and innovation. We are in a very inspirational place. Let me say that before being here as an ambassador representing my country, I have been here as a tourist, bringing my family. Because if you want to understand how to work, you have to make the experience of tourism in the place where you want to develop. Thanks a lot. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to join you for this International Conference on Sustainable Tourism. Pilgrimage and Sacred Heritage, the people protecting monuments.
I would like to congratulate the government of the Republic of Kazakhstan and the administration of the Turkestan region for organizing this important conference in line with the UNESCO initiative on heritage of Міне енді конференцияның залында да түрлі процесстер жалғасып жатыр екен, ал біз әрмен қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Енді осы өзіңіздің баяндамаңызда Мәскеуде болған яссауи ілімі туралы айттыңыз. Жалпы яссауи ілімі тек қана Мәскеуде болған жоқ қой, түрлі елдерде болды. Ол жақтағы яссауи ілімі туралы көзқарасыңыз қандай әр елдегі? Мында бұл докладның есімі шортлар ауышта, чөнки ол вакытта әлбәттә 16 ғасырның ортасынан биреле Сибирия һәм шулай ук Идел, Урал урыннары алар Мәскәү дәүләте эшенә кереп китәләр. Һәм шунысын әйтергә кирәк, менә мин искә төшерелгән чыганаклар, алар менә Урта Азиядагы традициялар белән бәйләнешне ачык итеп күрсәтә. Менә шунысын әйтәсем килгән иде һәм шулай ук чыганакларның фарс телендә булуы бик тә гаҗәп түгел һәм кызык. Бір мәдениеттің жалғастығы сияқты. Әлбәттә, чөнки ул вакытта чыннан да фарс теленең тәэсире бик зур булган. Менә Урта Азия халыклары арасында һәм шулай ук татарлар арасында дип әйтикме, менә Қазіргі ағылшын тілінің қолданысы сияқты шығар бәлкім ол кезде, сол ғасырда. Бу фәнни тел дип әйтеп була, ул шигърият теле һәм шулай ук тасаввуф теле. Һәм менә бу китаплардан күп нәрсәне белеп була. Ничек итеп Ясавия тарикатында ул вакытта менә бу практикалар ниндиләр булган, зикр нинди форматында укылган һәм тагын бер шундый мәсьәлә бар. Мин аның турында конференция барышында сөйләрмен. Бик кызык, ни өчен соң вакытта 19-нчы гасырда Ясавия булмаган вакытта менә бу кулъязмаларны, бу текстларны яңадан күчергәннәр. Менә мин үземә һәм шулай конференциядә катнашучылар өчен менә шу сорауны куячакмын. Ни өчен менә нинди максат белән элек инде булган традицияларның текстларны яңадан чыгарып, аларны күчереп, халыкка җиткерү нәрсә өчен кирәк булган һәм нинди даирәләр арасында менә бу мәгълүмат йөргән. Бұл бик тә кызыклы нәрсә. Альфред мырза, қазір қалай ойлайсыз, осы яссауи ілімін зерттеуде қазір қандай проблемалар бар? Бізге не кедергі яссауи ілімін толық зерттеуге қазір? Әлбәттә, чыганаклар, менә кулъязмаларны өйрәнү һәм аларны ниндидер контекстларга кую, чөнки менә шуның турында да күп әйтәсем килә конференция барышында. Чөнки чыганаклар алар бит архивларда үзеннән үзе сакланмый. Уйлап була менә хәзерге архивларда ничек элек булган, бүтән китаплар сакланган, бүтән мәгълүматлар сакланган кебек, ул әлбәттә дөреслеккә алай түгел. Кирип киткән сайын борынгы күренешләр, тарикатлар алар начаррак билгеле. Шуңа күрә шуларны искә алыш керек, керек. Ендеше дәл осы проблемалардың қазір қалай жалғасатынын және оны қалай шешу керектігін сізбен әлі айтамыз. Ендеше қазір біз студияның екінші кезегіне сұхбатты берейік. Жандос, эфирдесің. Қайырлы таң, құрметті әріптестер, қадірменді қонақтар. Киелі Түркістан қаласына қош келіпсіздер. Мен баршаңызды Түркістан қаласында көріп отырғанға қуаныштымын. Және де өз алғысымды өзім атынан және облыс әкімінің атынан айтқым келеді. Бүгін мына конференцияның өзі бір ерекше бір конференция болып отыр. Себебі біздің шақыруымызбен 20-дан астам мемлекеттен және де 60-тан астам ғылыми көптеген салалардан осы бір аудиторияда бас қосып отырмыз. Бұның да бір ерекшелігі деп айтуға болады. Әрбір саладан тарихшыларымыз, ғалымдарымыз, реставраторлар дейміз, дін танушыларымыз бар, туризм саласы бар, халықаралық ұйымның өкілдері бар, және де мына мемлекеттік саласын секторын мамандары өзіміз істеп отырмыз. Осы барлық саладан келіп отырған қонақтарымыз, мамандарымыз, осы өкілдеріміз
бір аудиторияда жинап отырғанда өзі бір символдық бір ерекшелігі бар деп есептеймін. Мынау маған берген мәлімет бойынша дүние жүзінде ЮНЕСКО-ға кірген нысандардың 5-тен 1 бөлігі осы архитектуралық және табиғи нысандардың рухани мағынасы бар екен. Ол жерде әрине рухани мағынасы болған кей екі бағыттан тұрады. Ол материалдық және материалдық емес көріністерінен. Міне бүгінде осы Түркістан қаласында бас қосып отырмыз. Түркістан қаласын өздеріңіз білесіздер, орталық Азияда және Туран даласындағы ең көне қала деп есептелінеді. Бұдан 2000 жылдан да астам осы Түркістан қаласы пайда болған дейді. Қазіргі мына жаңадан қазір деректерге сәйкес археологтар бұл Түркістан қаласының жасы 3000-нан да асып кетеді деп алдын ала қазір болжамдап отыр. Оны ары қарай да кездесіп, оны дәлелдеп жатады. Енді материалдық жағын айтатын болсақ, бағана біздің посол досымыз Италияны айтып өтті, оның қалай сақтап қалуы. Осы Амир Тимурдың осындай Ходжа Ахмет Яссауиге кесенесін соғып, былайша айтқанда бастапқы түрде соны сақтап қалынып отыр деп айтуға болады. Дүние жүзінде ең үлкен осындай кесенелердің біреуі. Және де біз өзіміздің тәжірибемізбен бөлісуге де дайынбыз. 70 жылдан астам осына қалпына келтіру жұмыстар жүргізілді. Оны қалай жүргізілді, ары қарай тағы да не істейміз деп. Одан бөлек сіздерден де осындай ұсыныстарды естіп, сіздердің тәжірибелеріңізбен алмасып, және де осындай зерттеулер шығып, осы бүгінгі жиын қорытындысы бойынша бір жақсы шешімдерге және пікір алмасып, сондай нәтижелерге жетеді дегенге мен үміттенемін. Екінші материалдық емес жағын айтатын болсақ, біздің Ходжа Ахмет Яссауидің өмір тұрғаны, Ходжа Ахмет Яссауидің ілімі, сол ілімін әсері осындағы орталық Азияға, Анатолияға, Кавказ дейміз, Еуропаның оңтүстігі дейміз, Индия дейміз, тағы да басқа көптеген елдерге осы Ходжа Ахмет Яссауидің қалай ілімі әсер еткен осы қоғам дамуына, ары қарай жалғасуына, сол екі бағытта соның қорытындысы осы біздің Түркістан қаламызында әрине бағана айтып өткендей, келешекте оның туризмге де әсері болады. Сол осы Түркістан облысының жалпы біздің еліміздің әлеуметтік жағдайына әсер етеді, көптеген туристер келеді деп, сондай келешекте жұмыстарды жалғастырамыз және өздеріңізбен де пікір алмасамыз деп отырмыз. Енді осы жерде Түркістан қаласын көріп отырсыздар. 2018 жыл Түркістан қаласында екінші ренессанс басталды деп айтуға болады. Өйткені көптеген қаржылар осы Түркістан қаласына құйылып, бағанағы Ходжа Ахмет Яссауидің айналасын барын абаттандырып, одан ары қарай келесі зонаға өтіп, сол зонада көптеген әлеуметтік, мәдени, рухани кітапхана болсын, театр болсын, көптеген нысандар солардың бәрі бой көтеріп, осы келген қонақтарға жақсы жағдайлар жасалынып жатыр. Бұл жұмыстардың бәрі ары қарай жалғасады. Бүгінгі мынау сіздерге және де бір біздің шақыруымызды қабыл алып, осына келгендеріңізге ризашылығымызды білдіріп, алғысымызды айтамыз. Мынау бүгінгі 3 күнге жоспарланған конференцияларыңыз сондай бір жемісті болсын деп ойлаймын. Бір-біріңізбен танысып, жақсы пікір алмасып, сондай бір үлестеріңіз қосады дегенге мен сенімдімін. Және де бұл конференция бірінші рет болғаннан кейін біз жылда осындай конференцияны бір ұсыныс қойып, алдыңғы жылдарда да осындай нелерді өткізіп отырсақ деп, және осындай бір платформа, осындай площадкаға айналса деген соны үміттеміз. Қош келіпсіздер. Рахмет сіздерге. Міне облыс әкімінің айтқан баяндамасынан кейін біз сұхбатымыз жалғастырайық. Және біз соңғы сұрағымызда осы Яссауи ілімін зерттеудегі мәселелер туралы айтқан болатынбыз. Ал енді сол мәселені, жалпы проблеманы шешу үшін қандай бағыттарды ұстануымыз керек? Ең зор мақсат ол жаңа буынны тәрбиелеу. Жаңа буынға осы ғылымды табыстау. Ол ғалимдар болсын, біздің студентлар қойсыларына керек өстерерге, аларға юл берерге, аларға жаңа білімдеріне
тапшырырга һәм күбрәк аларга мөмкинлек бирергә үзләренә эшләргә. Һәм икенчедән, әлбәттә, киң җәмәгатьчелек. Менә сез ничек алып барасыз, телевидениедә булсынмы, киң катлам тыңлаучылар белән, халык белән эшләү бик мөһим, чөнки шундый тар гыйльми даирәләрдә безгә торып калырга ярамый. Чынлыкта күп кеше безнең белемебезгә мохтаҗ, кеше кызыксына һәм аны шушы белемне китаплардан чыгарып кире кешеләргә тапшырырга кирәк. Бу проблема түгел, бу бурыч, бу максат. Бу мәсьәлә эмес, бу безнең максатыбыз. Бүгенге сүзнең тыйыны булды. Дөрес. Һәм әлбәттә мин үземнең дә максатны шунда күрәмен. Сезнең шәкертләрегез дә бар нигезе, я? Әлбәттә. Әлбәттә. Минем шәкертләрем дә бар, мин аларга да Ясавия булмаса да Урта Азияның тарихын аңлатырга тырышамын. Мисалларын китереп, һәм шулай ук нинди генә киң катлам тыңлаучылар, менә Фейсбукларда, башка Инстаграмларда булсынмы караучылар. Аларга да менә бу тарихи, мәдәни мәсьәләләр бик кызык һәм аны һичшиксез кешеләргә җиткерергә кирәк. Бу безнең бурыч. Я, шынымен де біз осы ескерткіштерді қорғайтын халық конференциясының да басты мақсаты дәл осы жаңа буын мен ескі буынның ортасындағы ғылым мен мәдениеттің даму жалғастығын сақтап қалу. Сондықтан да біз ескерткіштерімізді қорғайтын халық болғымыз келсе, ең алдымен өзіміздің тілімізді, мәдениетімізді, тарихымызды өз тілімізде, ана тілімізде насихаттау екенін ұмытпайық. Енді Альфред мырза, дәл осы сұхбаттың соңында сізден Түркістан туралы әсеріңізді сұрағым келеді. Әйтеуемчә, мин 12 ел эчендә 12 ел булмадым инде монда һәм бик куандым монда зур үзгәрешләрне күрүгә. Димәк, Хуҗа Әхмәт Ясавиның шундый менә тарту көче һаман да үз урынында. Һәм мин өметләнәм, монда кунаклар тагын да күбрәк булачак, кызыксынучылар бик күп килер, галимнәр килер һәм менә бу изге урынның шундый уты һәм аның кирәклеге кешеләр арасында сүнмәячәк. Жақсы, ендеше сізге Түркістанға келгеніңізге алғыс айтамыз. Біз сізді қашанда күтеміз, құшағымыз айқара ашық. Сізге ғылым жолыңыздағы ізденісіңізге тек қана шығармашылық табыстар тілейміз. Ендеше құрметті көрермен, дәл осы сұхбаттан кейін жалпы ғылыми конференциядағы процесс қалай жүріп жатыр екен, оны білу үшін төменгі қабаттағы біздің әріптестерімізге кезек берейік. Жалпы Қазақстан мен Өзбекстан арасында ынтымақтастық байланыс тек қана өзара ынтымақтастық байланыс бауырлас елдер ғана ретінде ғана емес, мәдени мұра барысында да өзара жалғасын таппақ. Дәл қазір Сәкен Қалқаман осы төңіректе айтып өтті. Дәл қазір мінберде Өзбекстандағы осы мәдени мұра бағдарламасы бойынша елшісі өкілі Азиз Абдухаким мырза бүгінгі Түркістан шаһарында өтіп жатқан іс-шараның ерекше екендігін атап өтіп жатыр. Айта кетейік, бұған дейін әлгінде ғана өздеріңіз көргендей облыс әкімі Тархан Сатыбалды да іс-шараның ерекше екендігін келген қонақтарға Түркістанға қош келдіңіздер деп өтті. Дәл қазір менің қасымда жалпы осы яссауи ілімін кейінгі ұрпаққа жеткізу мақсатында тер төгіп аянбай еңбек етіп жүрген жандардың бірі Закария Жандарбек ағамыз отыр. Ассалаумағалейкум аға, қош келдіңіз. Жалпы бүгінгі өтіп жатқан іс-шараның мән маңызы туралы көп айтылып жатыр, ауқымы кең деп жатыр. Ал енді біздің бұдан аларымыз не, ұтарымыз не, осыған тоқталып өтіңізші аға. Бұл бірінші мәселе Ясауи бабамыздың кесенесінің сақталуына қатысты жер-жерден, бүкіл дүние жүзінен мамандар тартылып, шақырылды. Осы жерде осы мәселе кеңінен талқыланады. Себебі соңғы кездері өздеріңіз білесіздер, мына баспасөз беттерінде де Ясауи бабамыздың кесенесі үлкен бір қауіп төніп тұрғаны туралы мәселелер. Екінші мәселе жаңағы рухани туризм мәселесі. Осы мәселені қалай кеңінен жолға қоюға болады? Бұл мәселені қалай айтқанда халықтың несінен жүрегіне қалай орнына алдыруға болады деген мәселелерді қарастырады. Міне сондықтан да бұл жердегі бұл ненің осы өтіп жатқан конференцияның маңызы. Бұл бір жағынан кесененің сақталуы болса, екіншіден туризмді, рухани туризмді дамыту. Ал негізгі конференцияның негізгі бағыты ол Қожа Ахмет Яссауидің рухани ілімі, оның адамзат тарихындағы адамның
ол кісінің ілімінің түркі халықтарының тарихындағы, қазақ халқының тарихи тағдырындағы маңызы осы туралы кеңінен сөз болады. Себебі Қожа Ахмет Яссауи деген кісінің адамзат тарихындағы рөлі өте зор. Себебі ол кісінің Ахмед Фани деп аталуының себебі осы мәселелер сұрақтарға біз конференцияда жауап береміз. Және одан басқа мысалы Түркиядағы, қазір Түркия жеріндегі, әйтпесе Орта Азиядағы, әйтпесе басқа керектесе, бұл Жапониядан ғалым келіп сол жерде жағдайында жатыр, арнайы маман баяндама оқымақ. Демек, Қожа Ахмет Яссауидің рухани ілім бүкіл әлемге ықпалы бар, өте құдіретті күш. Осыны біздің мемлекетіміздің болашағы үшін біз пайдалана алатын болсақ, сондай деңгейге жеткізетін болсақ, мына конференция өзін толығымен ақтады деп айтуға болады. Бүгін енді осы конференцияға 20-дан астам елден 60-ға жуық ғалымдар келіп жатыр. Олардан біздің аларымыз не? Мысалға ақш-тан келіп жатыр, сонау жерден шекара асып, біздің ұтарымыз не? Сол кісілерден не ала аламыз? Бұл жердегі мәселе әр халық Яссауиді әр түрлі қырынан таниды. Міне осы тұрғыдан келгенде ол адамдардың да, ол халықтардың да Яссауи бабамызды түсіну деңгейін бір жағынан білсек, екіншіден ол былайша айтқанда Яссауи ілімі оларға қалай ықпал етті. Осы мәселелерді толығымен біз білетін боламыз. Демек, біздің ғалымдармен ол жақтағы ғалымдар бір-бірімен пікір алмасып, кем-кетістік жерімізді толықтыруға үлкен мүмкіндік дейсіз ғой? Иә, өте үлкен мүмкіндік. Және біздің қолымызға тие бермейтін қолжазбалар, деректер солардың қолынан шыққаны ықтимал. Міне сондықтан бұл конференцияның маңызы өте зор, және ешқандай ештеңемен өлшеуге келмейді. Шындығына келгенде бұл жаңағы Яссауи бабамыз туралы өтіп тұрған мемлекеттің тарапынан көтерілген екінші конференция. Әйтпесе бұған дейін болған емес. Болмаған. Сондықтан мен мысалы қазіргі мемлекеттің бұл бағытта жасап жатқан іс-әрекетте мен шынымды айтсам толығымен қолдаймын. Бұл деген сөз былайша айтқанда мемлекеттің рухани идеологиялық бағытын айқындау деп мен түсінемін. Міне сонда бұл менің конференцияның маңызы өлшеусіз. Егер де осы біз неге айналдыра алсақ, жаңағы осы дәстүрлі конференцияға айналдыратын болсақ, иә, бұл нұр үстіне нұр болады. Себебі бұл өте себебі кез келген мемлекет, кез келген халық өзінің рухани бағыт-бағдарсыз өмір сүре алмайды. Міне сондықтан мына өткізіліп жатқан конференция қазақ халқының түркі дүниесінің рухани тұтастығын бірлестіруге бағытталған негізгі бағыт-бағдар деп есептеймін. Жақсы аға, жалпы шара 3 күнге созылып жатыр. Бірінші, екінші күнде осы тақырыптар кеңінен талқыланады. Үшінші күн жаңа киелі орындарға экскурсия жасалады деп отыр. Жаңа жоспар барысында бір көзім шалып қалды. Сізді де бір тақырыпты алған екенсіз. Ондағы тақырып мені қызықтырып отырғаны Яссауидің екінші кітабы деп аталады. Қателеспесем, екінші дәптер деп аталады. Қалай сонда ол екінші дәптер дегеніміз не, бірінші дәптер дегеніміз не? Яссауи бабамыз өзінің несін мына Диван хикметін екінші дәптер деп аталады. Екінші дәптер аталынады. Себебі өзі рухани ілім, жалпы дін ілімі екі тұрғыдан тұрады. Бірінші шариғат, ол біздің тәліміздегі былайша айтқанда қажетті заңдылықтар жүйесі. Ал енді екінші дәптер деген ол тарихат, ол біздің жүрегімізге, біздің рухани әлемімізді уағыздайтын, сол енді үйрететін ілім. Ол Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың дүниеге алып келген ілімі осы. Міне сондықтан осыны біз кеңінен таратып түсіне білсек, қазақтың бүкіл былайша айтқанда ұлыларының шығуының, былайша айтқанда кез келген неге шынына келгенде қазақ халқының рухани қуаты өте жоғары болған. Ал бірақ өкінішке орай сол рухани қуатты қалай біз сол рухани қуаттан қалай шегініп, солай мемлекетімізді күйретіп отырды. Мысалы Алтын Орда мемлекетін күйреуі, Яссауи жолынан шегіну, өзбек ұлысының үшке бөлінуі, Яссауи жолынан шегіну, қазақ хандығының тарихтан кетіп Яссауи жолынан шегіну. Сондықтан да Яссауи ілімінің маңызы ештеңемен өлшеп кеуге келмейтін құндылық. Сондықтан да бұл құндылықты қайтадан қалпына келтіру біздің негізгі мақсатымыз. Міне осы мақсатқа жету жолындағы бұл алғашқы және үлкен қадам деп есептеймін. Міне осы. Жақсы, рахмет аға. Келіп әсерлі әңгімеңіз үшін, толымды ақпаратыңыз үшін, мағлұматыңыз үшін ісіңізге сәттілік тілейміз. Бұйыртса конференцияда жаңа оқитын тақырыбыңыз тұшымды болсын дегіміз келеді. Рахмет сізге. Қымбатты көрермендер, мінекей біз
жаңадан бері ел зиялы қауым өкілдерін тартып сіздерге толымды ақпарат жеткізу үшін жұмыс істеп жатырмыз. Дәл қазір сахнада әр жерден келген ғалымдар, Түрксой ұйымының бас хатшысы, жаңа өздеріңіз көріп отырсыздар, Біріккен ұлттар ұйымынан келген өкілдер өздерінің құттықтауларын жеткізіп жатыр. Бүгінгі шараның ерекше екендігін, бізде берері мол екенін айтып жатқан куәсі болып отырмыз. Іс-шара жаңа ғана айттым, 3 күнге созылады. Түс қайта да өзінің жалғасын таппақ, ол кезде бөлім-бөлімге бөлініп, әр тақырыпты ерекше қып, қаузап, талқылап беретін болады. Біз алдағы уақытта сіздермен бірге боламыз, міндетті түрде. Арнамыздан алыстамаңыздар дегім келеді. Мінекей, дәл қазір өте қызған шағы болып тұр. Сахнаға шыққандар, мінберге шыққандар өздерінің ой пікірлерімен бөлісіп жатыр. Рыскүл, сөз кезегі өзіңде. Мінекей біздің қонақжай студиямызға қонағымызда келіп жайғасты. Ендеше таныстырайын, Анкара Гази университетінен Айхан Баламырза, қош келдіңіз. Қош болдық. Түркістанға қанша жылдан кейін келіп тұрсыз? 2008 жылы келдім. 2008 жылында келдім. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde muallim oldum. 2016 yılında qayttım. Ondan keyin konferansiya için 2017 yılında geldim. Hazır osu konferansiya için geldim. Tan kaldım. Özgerip ketip peki? Özgerip gitti Türkistan. Türkiye dünyasının ruhani astanası. Бұл енді түркі халықтарына ортақ қала. Bütün o Türkiye halklarının, Ortalık Asya'daki Türkiye halklarının manevi, ruhani ortalığı. O sebepten Türkistan gördüm, damıp жатыр. Тағы да дамияды деп ойладым. Өте қуаныштым. Біз де өте қуаныштымыз сізбен кездескенімізге. Енді Айхан мырза, бүгінгі сіздің осы конференцияда арнайы айтатын баяндамаңыз жалпы Ахмет Яссауи Түркістаны екен. Жалпы бұл баяндамада қандай жаңалығыңыз бар, не туралы айтасыз? Біздің көрермендерге арнайы қысқа нұсқа болсын, ақпарат бере кетсек. Bundan keyin Türkçe айтсам бола ма? Әрине, рұқсат. Benim konferanstaki konuşmam Ahmet Yesevi'nin Türkistan'ı. Ahmet Yesevi Sayram'da doğdu. Türkistan'a geldi küçük yaşta. Bundan sonra tahsil için Buhara'ya gitti. Sonra geldikten sonra burada talebeler yetiştirdi. Türk halklarının manevi mirasını zenginleştirmek için Divan-ı Hikmet isimli kitabını yazdı. Bu her tarafta, bütün Türkiye'de de Ahmet Yesevi biliniyor. Her tarafta etkili bir mesaj oldu. İslam dininin anlaşılması, Hazreti Peygamber'in ve İslam ahlakının öğretilmesi için Türk halklarına bir rehber kitap oldu. O bakımdan mühim bir kişi Ahmet Yesevi ve ben bu konferansta Ahmet Yesevi'nin yetiştiği, sonra hizmet ettiği Türkistan nasıl bir kültürel yapıdaydı. Demek o Türkistan'a medeniyet alıp geldi ya? Medeniyet alıp geldi. Yassauи ilminin Türkistan'a degen ықпалы туралы ғой demek ya? Evet. Ahmet Yesevi'den önceki dönemlerden bahsettim ben kendi konuşmamda bahsediyorum. Hunlar devrinden, yani 2200 yıl önceden beri Türk kavimleri bu coğrafyaya geldiler. Fakat ayrıldılar. Sonra Türk Kağanlığı, Göktürk devrinde de Türkler geldi. Bilge Kağan'ın zamanında, 2. Göktürk Kağan'ın zamanında Türkler bu Batı seferi yaptılar. Bu bölgeleri aldılar. Daha sonra Göktürk Kağanlığından idareciler, valiler burada hüküm sürdüler Taşkent'te. Taşkent Şaş diye o devirde biliniyor. Evet, Şavgar bu Türkistan yakınlarındaki Eskişehir. Bunlar İpek yolu üzerinde önemli kültür merkezleri idiler. Ve Otrar Farabi'yi yetiştiren büyük İslam alimi, Farabi'yi yetiştiren
bir şehirdi. Farab Otrar bölgesi. Burada Karluklar, Argular gibi Türk kavimleri yaşıyorlardı. Ahmet Yesevi'den önce. Bir takım İrani halklardan da Müslüman olanlardan Türkleşenler oldular. Ahmet Yesevi bu kültür üzerinde burada göçmeli yani göçebe Türkler üzerinde İslam dinini onların kültürüne dayanarak yani şiirlerle, Türkçe şiirlerle Arapça, Farsça biliyordu ama Türkçe söylüyorum diyor. Çünkü Türk göçmeli halkları, göçmeli halkları Türkçe düşünedi, biledi. Қазірдің өзінде де біз түрік халықтары бір-бірімізді өте жақсы түсінеміз. Düşünemiz. O sebepten Ahmet Yesevi Türkçe şiirlerle, ölenlerle Türk göçmeli halklarının İslamlaşmasını kolaylaştırdı. İslam'ı yaydı burada. İslam ahlakını, medeniyetini burada temsil etti. O bakımdan burası ruhani bir merkez oldu. Halen bu gelişiyor. Türbe Kesene etrafında yeni yapılar yapılmış. Kütüphaneler, müzeler ve bunlar tarihi dokuya, çevreye uygun binalar yapılmış. Bunlardan çok memnun oldum. Ahmet Yesevi'nin mirası bundan sonra daha gelişerek yaşayacak ve bütün Türk dünyasına ışık saçmaya жарық beredi деп ойлаймын. Шынымен де бізде дәл осындай конференциямен жалғасып, Түркістанның кесененің яссауи мұрасының жаңадан зерделеніп жатқанына біз өте қуаныштымыз. Ал енді өзіңіз кесенеге бардыңыз ба? Жалпы кесененің өзгерісі қалай сізге? Gördüm. Keseneyi Kançaret gördüm. 2008 yılından кейін hazır daha da Kesene Turalı hizmetler de damayıp жатыр. Damayıp жатыр. Kesene Kasında gımaretler, öte jaksı gımaretler, önerli gımaretler salıngan. O sebepten öte kıvanıştım. Kesene bundan keyin tağı da bilinedi. Türlü memleketlerden Türk halklar geledi. Dep oylaymın. Ол үшін біз туризмді дамытуымыз керек. Turizm damıtı gerek. Turizm 2008 yılında geldiğim kezde naçar idi. Bırak hazır damayıp жатыр деп gördüm, kıvandım. Tağı da damıyadı деп oylaymın. Жақсы. Енді Айхан мырза, жалпы сіз өзіңіз Гази университетіндесіз, демек сіздің өзіңіздің шәкірттеріңіз де бар. Осы шәкірттеріңізге біз енді бүгін осы біздің студиямызға келген профессорлардың барлығы яссауи мұрасын біз болашаққа, жастарға үйретуіміз керек деді. Енді сіздің тарапыңыздан да сізде шәкірттеріңізге осы яссауи ілімін зерттеуін, зерделеуін үйретіп, насихаттап жүрген боларсыз. Bizim Türkiye'de de Ahmet Yesevi araştırmaları yapılıyor. Akademisyenler üniversitelerde bu konularda çalışmalar yapıyorlar. Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmeti bundan 40 yıl kadar veya 50 yıl kadar evvel Türkiye'de basıldı bizim Medeniyet Nazırlığı tarafından. Demek 40-50 yıldan beri bu жалғасып келе жатқан үрдіс. Evet, yeni çalışmalar da yapılıyor. Yeni nüshalar bulundu Ahmet Yesevi'nin çeşitli ülkelerde. Onlar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bizim Türkiye'deki genç araştırmacılar da bu konuda yeni bilgiler veriyorlar. Konferansiyalarda daklatlar verip жатırlar. O sebepten de Yesevi mirası daha da bilinedi. Ары қарай таралады. Evet, деп ойлаймын. Әрине. Енді осы конференцияда жалпы ғалымдар арасында түрлі жаңалық болатыны, әркімге бір қызықты ақпараттар, жаңа деректер пайда болатыны сөзсіз. Ал өзіңіз осы конференцияда қандай қызықты бір танымдық шын өзіңіздің ізденісіңізден туындаған қандай ақпараттар тұсынасыз? Ben bu konferansta ғалымдарға жаңалық болатын. Жаңалық Yesevi Turalı
da derekler, kolжазмалар çıkadı. Kolжазбалар. Kolжазмалар çıkadı. Bu kolжазбалар kaydan tabıldı? Özbekistan'da çıkadı. Bizim Türkiye halklarının turalı kolжазмалар da bizim Korkut Ata turalı bir yıl burun, 2 yıl burun bir kolжазması İran'da çıktı. O turalı 4 kitap neşredildi, basıldı. Da 10-15 makale çıktı. O kolжазмалары öte manızdı. Türkiye halkları kültürü turalı. Osu konferansiyada da osu turalı malumatlar beriledi dep oylayımın. Tek kana kolжазмалар emas, Türkiye dünyasının kalay baylıkları var. Türlü sahalarda. Bunlar turalı da jana haberler, fikirler aytıladı dep gördüm konferansiya bağdarlamasında. Жақсы. Енді мен сізден сұрағым келетіні, мысалы, біз жаңа профессорлардың айтуы бойынша Қазақстаннан қарағанда Түркияда қолжазбаларды түпнұсқада оқу әлде қайда мамандар жақсы дамыған дейді. Сол мамандықтарды мысалы Қазақстанмен оқыту немесе тәжірибе алмасу жоспарда бар ма? Бар. Türkiye'de Süleymaniye Kitaphanesi degen kolжазмалары kitaphanesi var İstanbul'da. 250.000 kolжазması var. Türlü dillerde Arapça, Farsça, Türkçe, bugün Türkiye dünyasının medeniyeti turalı kitaplar var. Tağı da o ber onlar zertelmegen. Bir neçesi zerteldi. Bırak bir neçesi de hazır zertelip jatır. Osu dereklerde tağı da malumatlar çıkadı. Onlar Türkiye'de 200'den köp üniversite var. Yaş mamanlar okuydular magistratura, doktoranturada. Süleymaniye Kitaphanesi'ndeki derekler, kolжазмалары jarık göredi. Onlar turalı daklatılar, kitaplar çıkadı. Ahmet Yesevi turalı da malumatlar çıkadı. Türkiye'de Ahmet Yesevi'nin nemerelerinden Osmanlı kezeninde bir neçe kişi var idi. Bizim en ülken sayahatçımız Evliya Çelebi. Onun sayahatnamesi 17. asırda 10 tom. Sayahatname türlü memleketlerde oldu. Avrupa memleketlerinde, Asya memleketlerinde oldu. O aytadı. Özüm Ahmet Yesevi'nin nemeresimen dep kitabında yazladı. Daha da başka öğrenciler var, ülken kişiler. Onlar da Ahmet Yesevi'nin nemeresimiz dep kitaplarında yazdılar. Ahmet Yesevi Murağı Türkiye'de de oldu. Hazırda onun neticelerini göremiz. Ahmet Yesevi туралы. Шынымен тамаша, мінеки Айхан Пала мырза айтқандай, біз енді дәл осы бір саяхатнама дейтін кітаптарын алып қарайтын болсақ, осы Ахмет Яссауидің немересімін деп жазылған авторлардың түрлі деректерін, басқа да қызықты ақпараттары мен тың дүниелерді оқи алады екенбіз. Сондықтан да құрметті көрермен, біз енді ескерткіштерді қорғайтын халық атты халықаралық конференцияны ұйымдастырып, әрі осындай тікелей эфирден біз ақпар таратып отырғандықтан, өзіміздің ескерткіштерімізді қорғағымыз келсе, оны насихаттағымыз келсе, дәл осылай жерде әлемде болып жатқан, шығып жатқан, таралып жатқан ақпараттардың барлығын назардан тыс қалдырмауымыз керек екен. Енді Айхан мырза, жалпы осы сұхбатымыздың соңында осы Түркістан халқына Яссауи мұрасын зерттеу үшін тағы қандай дүниелер керек екендігін айта кетсеңіз, тілегіңіз болса. Sovyet kezeninde Müslümançılığa ruhsat yok idi. Hristiyanlığa da ruhsat yok idi. Din yok idi. O sebepten unutulup gitti bir neşe. Malumat unutulup gitti. Ben 2009 yılında Hollanda'dan bir televizör, bir dokümanter film dayındadı. Hazret Bergen'in üyünde bulduk. Orada ben söyleştim Yesevi Turalı. Hazret Bergen'in köy balası orada Domramen Yesevi hikmetlerinden bir bölüm okudu. O Hollandalı televizörcü ayttı. Tağı da okusanız boladı mı? Jaksı bola dedi. O Hazret Bergen Mirza ayttı. Bizim Sovyet kezeninde dedi Divan Hikmet dedi. Ruhsat çok idi. Hiç kim bilmeydi dedi.
Osu meseleyi ben tekstirdim. O şeyin bastığı Komünist Partiyası'nın kolhozun bastığıydım dedi. Ruhsat çok idi dedi. O sebepten biz halkımız bilmeydi dedi. Ben tek kanı balalarıma ayttım dedi. Yesevi bizim atamız. Bunu unutmayınız dedim. Başka ruhsat çok idi dedi. Onu da dedi Aytuğa da bolmaydı. Aytuda bolmaydı dedi. O sebepten Türkistan halkı da, Ortalık Asya halkı da Ahmet Yesevi'yi unutup gittiydi. Hazır Egemenlik kezinde, tevelsizlik kezinde tekrar Mura tiriledi, Yesevi bilinedi, okunadı. Türkistan halkı da birinci, bu Türkistan halkının birinci meselesi bolu gerek. Üniversitelerde zertev gerek. Yaş yigitler kitabını okuyu gerek. Divan-ı Hikmet okuyu gerek deyip oylayman. Boladı deyip ümit edemin. Ya шынымен біз енді Түркістан халқы осы яссауи мұрасымен мақтанады, қашанда дәл осы мұраны жүрегінің тұсына сақтайтын мұра кітап деп те айта аламыз. Сондықтан енді Айхан мырза, сізге Түркістанға келгеніңізге тағы да алғыс айтамыз. Біз сізді қашанда Түркістанда күтеміз, айқара құшағымыз ашық. Ал енді сізге осы ғылым жолындағы ізденісіңізге тек қана шығармашылық табыстар тілеймін. Özüm de köp rahmet aytamın konferansiya uyumdaştırıcılarına köp rahmet aytamın. Tağı da жақсы faaliyetler, жұмыстар болады деп ümit edemin. Ya biz de dәл сол ойдан үміттіміз. Ендеше құрметті көрермен, дәл қазір осы сұхбатымызды біз осымен аяқтаймыз. Қашанда алғысымызды білдіреміз. Ал енді қазір конференцияның екінші кезеңі де жалғасып жатқанын ұмытпайық. Сондықтан мен кезекті әріптесім Жандосқа ұсынбақпын. Қымбатты көрермендер, айта кетейік, бүгін Түркістанда Ертүріктің бесігі, екі дүние есігі салынатын киелі Түркістанда үлкен ауқымды шара өтіп жатыр. Таңертеңнен бастап біз осы жерден сіздерге тікелей ақпарат жеткізуге тырысудамыз. Бұл конференцияның тақырыбы ескерткіштерді қорғайтын халық деп аталады. Яғни құнды мұраларымызды кейінгі ұрпаққа мұртын бұзбастан жеткізу болып саналады. Осы конференция барысында тарихи мәдени мұраларымызды сақтап қалу жөнінде ғалымдар түрлі өздерінің ой пікірлерін айтатын болады. Сондай-ақ шетелден осы арнайы іс-шараға 20-дан астам елден 60-ға жуық ғалымдар келуде. Олар өздеріндегі озық деген технологиялармен таныстырып, жаңа мұраларды сақтап қалудағы, сондай-ақ құнды жәдігерлерімізді қайта жаңғыртудағы өзіндік ой пікірлерін ортаға салатын болады. Біздің мамандармен тәжірибе алмасады. Сонымен қатар іс-шараның тағы бір негізгі мәселесі яссауи мұраларын Орта Азиядағы орнын қалыптастыру, сондай-ақ жеткізу болып табылады. Және де айта кетейік, өздеріңіз білесіздер, Түркістанға туристер көптеп ағылып келіп жатады жыл сайын. Сол туристерге жағдай жасау мақсаты да бүгінгі конференцияда сөз болады деп күтілуде. Дәл қазір алғашқы бөлімін біз осы жерден аяқтаймыз. Екінші бөлімін түс қайта міндетті түрде қосылып, сізге уақытылы ақпарат жеткізуге тырысатын боламыз. Сондықтан Түркістан телеарнасынан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар дегім келеді.